Сәлем достар, қайырлы күн. Мен сіздерге бүгін ас үй жиһазын таңдаудағы және тапсырыс берудегі жіберілетін қателіктер туралы айтамын. Менің видеомды қолдап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші қателік ол шкафтың ножкалары көрініп, алдыңғы бетінің жиі шаң басып қалған сияқты көрінуі. Сондықтан шкафтың алдыңғы бетін біркелкі етіп софальмен жауып қойған әдемі көрінеді. Ыдыс жууға арналған мойка. Мойканың тереңдігі 17 см болу керек. Үлкен ыдыстарды жууға және үстіңіздің су болмауына ыңғайлы. Сушилка. Сушилканың стандарт размері ұзындығы 60, ені 32 см болу керек. Үлкен тарелкалар мен бокалдар сыйып тұруы үшін. LED подсветкалар. Бұл әдемі әрі жұмыс істейтін жеріңізге жарықты түсіріп тұрады. Себебі бөлмедегі негізгі жарық үлкен шкафтар жауып қалады. Ас үй жиһазының ең бірінші дизайн жасап алу керек. Газ және басқа да бытовой техникалардың орындарын анықтап алу керек. Ашық тұрған полкалар. Бұл жерде шаң мен керек емес заттар жиналады. Және шкафтың жабық болғаны әдемі көрінеді. Ұзын және үлкен суырма тартпалар. Бұл ыңғайсыздық тудырады және сапасы жақсы Блюм фирмасының фурнитурасы да тек 70 кг дейін ғана көтереді. Т-образный вытяжка. Бұл үнемі басты соғып ұрып алуға алып келеді. Вытяжка аларда шкафтың ішіне кіріп тұратын немесе тік түскен түрін таңдап алуға болады. Менің видеомды қолдап, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.